Баршаңызға сәлем. Алгоритмдер тақырыбын біз ары қарай жалғаймыз. Бүгінгі алгоритм енгізу арқылы сұрыптау алгоритмі. Ондай болса, келесі видеоға назар аударайық. Бұл жерде берілген карталарды өсу ретімен сұрыптап шығуымыз керек. Әрине, бұл жерде енгізу арқылы сұрыптау алгоритмі орындалып жатыр. Алынған картаны өз орнына енгізу үшін, болмаса орналастыру үшін біз екі операция орындаймыз. Бірінші операция алдыңғы элементтердің барлығымен салыстырып өз орнын босатамыз. Екінші операция ол сол орынға біздің картаны енгіземіз. Міне осылай біз енгізу арқылы сұрыптау алгоритмін орындай алады екенбіз. Ондай болса, тура сол сандар бар тізімді қарастырып, біз енгізу арқылы сұрыптау алгоритмін қалай жүзеге асатынын тағы да бір қарап шығайық. Бізге берілген сандар 6, 2, 4, 10, 3 және 7. Енді біз бірінші қадамнан бастаймыз. Бірінші қадамымыз біз берілген тізімді екі бөлікке бөліп қарастырамыз. Бірінші санды, яғни 6 деген санды біз бұл тізімнің сортталған бөлігі деп қарастырамыз. Яғни сұрыпталып тұр, ол өз орнында тұр деп қарастырамыз. Ал тізімнің екінші бөлігі сұрыпталмаған элементтер деп қарастырамыз. Яғни бұл сандарды алып, өз орнына енгізіп шығуымыз керек. Бұл жерде 2, 4, 10, 3, 7 деген сандар. Ондай болса, енгізу арқылы сұрыптау алгоритмін жүзеге асырайық. Екі санын аламыз, алдыңғы элементтердің барлығымен салыстырамыз, өз орнын босатамыз, содан кейін барып енгізу операциясын орындаймыз. Яғни 2-ні салыстырдық 6-ға, 6-ны 10-ға қарай жылжыттық бір қадам, одан кейін барып алдында элемент қалмағандықтан 2-ні 0-ші орынға, яғни ең бірінші орынға орналастырдық. Келесі енгізу керекті сан ол 4 саны. Алдындағы элементтермен салыстырып шығайық. 6 мен 4-ті салыстырамыз, 6-ны 10-ға жылжытамыз. Келесі элемент ол 2 деген элемент 4-тің алдында тұр, сондықтан 2 мен 4-ті де салыстыруымыз керек. Міндетті түрде 2 мен 4-ті салыстырдық, 2 кішкентай 4-тен, сондықтан біз 4-ті өз орнына орналастырдық. 10 деген санды біз салыстырамыз 6 мен, 6-дан үлкен болып тұрғандықтан біз оны өз орнына орналастыра саламыз. Келесі санымыз 3, 3-ті салыстырамыз 10 мен, 10-ды 10-ға жылжытамыз бір қадам, 6 10-ға бір қадам жылжиды, 4 үлкен бір қадам жылжиды, 2 кіші, сондықтан 3-ті 2-ден кейін орналастырамыз, енгіземіз. Келесі енгізу керекті сан ол 7. 7-ні салыстырамыз 10 мен, 10-ды жылжытамыз 10-ға қарай бір қадам, 7 мен 6-ны салыстырамыз, 6 кіші, сондықтан 7-ні 6-дан кейін орналастырамыз. Ондай болса, Python тілінде осы алгоритмді жүзеге асырайық. Бізге берілген тізім А, ішінде 6 элемент бар, 6, 2, 4, 10, 3, 7, тура анимациядағыдай. Енді алгоритмді бірге жазайық. Ескерте кетейін, бұл алгоритмді жазу үшін біз екі цикл қолданамыз. Сыртқы цикл for I айнымалысын бірден бастап тізімнің ұзындығына шейін жүгіртеді. Яғни біз бұл жерде бірден тізімді екіге бөліп тастап отырмыз. Яғни біз 0-ші элементті қарастырып жатқан жоқпыз, бірінші элементтен қарастырып жатырмыз. Біздің тізімнің индексациясы 0-ден басталатын болса, бұл 6 0-ші элемент болса, 2 деген санымыз бірінші элемент. Мынау 2-ші элемент, 3-ші элемент, 4-ші элемент, 5-ші элемент. Міне осылай біз екі бөлікке бөліп тастадық тізімді. Енді келесі қадамымыз бізге ағымдағы элементті сақтайтын кей айнымалысын қолданамыз. Яғни мынау бірінші элемент болатын болса, осы бірінші элементті біз кей мәніне жазып алдық. Енді келесі осы I элементінің алдында тағы да элемент бар ма жоқ па, соны қадағалау үшін бізге J айнымалысы керек. J айнымалысы басталады I-1-ден. Енді келесі қадамымыз біз ішкі циклды бастауымыз керек. Ішкі цикл неге жауап береді? Жалпы ол кей мәнінен үлкен элементтердің барлығын бір орынға 10-ға қарай жылжытады. 10-ға қарай не үшін жылжытамыз? Өйткені біз өсу ретімен сорттамақшымыз. While циклын бастаймыз. Ішкі цикл, мынау бос орындардың барлығы міндетті түрде жазуымыз керек. Өйткені бұл for циклына, бұл жолдардың for циклына тиістілігін білдіріп тұр. Енді қараңыздар, while циклын бастадық. J үлкен немесе тең 0-ге болатын болса, біз келесі шартты тексереміз. K біздің ағымдағы элемент кішкентай болу керек J-ші элементтен. Егер ол екі шарт орындалатын болса, яғни бізде алдында элемент бар, ол минус сан емес, және де біздің ағымдағы элемент алдындағы элементтен кіші болатын болса, біз мынау алдындағы элементті бір орынға 10-ға қарай жылжытамыз. Яғни қараңыздар, J
плюс бірінші орынға мен j-нші элементті жазып қойдым. Одан кейінгі қадам, бұл да while циклына қатысы бар, өйткені мына бос орындарға назар аударыңыз. j минус 1, яғни біз оның алдында тағы да бір элемент бар ма, жоқ па, соны да тексереміз. Егер ол ондай элемент жоқ болатын болса, біз міндетті түрде мынау циклды тоқтатамыз. Бұл екі жолды орындамаймыз да, келесі жолдарды орындай береміз. Енді бұл жерде екі шартта орындалуы тиісті, өйткені біз және деген операция қолданып отырмыз. Екеуінің біреуі орындалмай қалатын болса, не алдында элемент болмай қалатын болса, яғни j минус санға айналып кететін болса, болмаса біздің ағымдағы элемент алдыңғы элементке тең немесе үлкен болып кететін болса, біз мына екі жолды орындамаймыз. Енді мынау циклымыз өз жұмысын аяқтағаннан кейін барып, біз кей мәнін дұрыс орнына қою мүмкіндігіміз бар. Яғни бұл жерде тура солай j плюс 1 арқылы кей мәнін өз орнына орналастырып отырмыз. Егер бірінші мысалды қарастыратын болсақ, мен 2 деген санды алдым. 2 деген санды кей мәніне жаздым. 2 деген санымыз бізде бірінші индексациядан басталды. 1 минус 1 ол 0 деп қарастырамыз j-ді. Мынау шартымыз бірден дұрысты алып келеді, шындықты алып келеді. 0 тең 0-ге, ол дұрыс. Орындалып тұр шартымыз, келесі шартты тексереді. Біздің 2 деген сан, мынақта кейде 2 деген сан сақталған етін, мынақта 0-ші индекс етіне. 0-ші индексте тұрған сан кей санынан үлкен бе? Әрине, өйткені бізде 0-ші орында 6 тұр. 2 деген санымыз, біз ол кей ішінде тұр. Бұл да орындалып тұр, мынау да орындалып тұр. Екі шартымыз орындалып тұр. Енді келесі қадамы орындауға дайынбыз. Енді 0 қосылған 1, бірінші орынға біз 0-ші элементті жылжытамыз. Болмаса жазып тастаймыз. 6 деген сан мына жаққа да жазылады ғой, бір сөзбен айтқан кезде. Мынау линия орындалған кезде. Енді келесі қадамымыз j минус 1, яғни бізде 0 болып тұретін j-міз. J-ден аласың, 0-ден аласың 1-ді, минус 1 деген сан шығады. Енді біздің мына жолымыз өз жұмысын аяқтағаннан кейін міндетті түрде циклдың басына қайтып барамыз. Ол шарттарын тексеру керек, циклдан шығу үшін, болмаса циклдің ішін тағы да бір рет орындау үшін. Енді қараңыздар, j минус 1 болып кетті. Мына шартымыз орындалып тұрған жоқ. Екінші шартты тексеруді талап етпейміз, өйткені біз бір шартымыз орындалмағандықтан мынау end бірден жалған мән береді, мына екі жол орындалмайды. Бұл екі жол орындалмағандықтан біз келесі қадамға көше береміз. Ал келесі қадамымыз ол j плюс 1 дейді. Неге j плюс 1? Өйткені біз неқта минус 1 мен тоқтадық. Минус 1 қосылған 1 0-ші орынға біз 2 деген санды жаздық. Кей мәнін дұрыс орнына орналастырдық. Міне осылай біз енгізу арқылы сұрыптау алгоритмін қайта-қайта циклмен қарастырып орындап шыға алады екенбіз. Тура солай біз әрбір элементті, мысалы 4 деген элементті алдың, алдындағылармен салыстырдың, өз орнына енгіздің. 10 деген санды алдың, барлығымен салыстырдың, өз орнына енгіздің. Мынау шарттар орындалып беретін болса, біз оларды оңға қарай бір қадам жылжытуымыз керек, алдындағы элементтердің барлығы. Міне осылай біз енгізу арқылы сұрыптау алгоритмін орындаймыз. Енді нәтижені экран бетіне шығарып көрейік. Ол үшін жалпы print функциясын пайдаланайық та рам батырмасын басайық. Міне алдыда тұрған сұрыпталмаған сандар тізімі 6, 2, 4, 10, 3, 7 болатын болса, біздің сұрыпталған алгоритмді орындап болғаннан кейін сұрыпталған сандар тізімі 2, 3, 4, 6, 7, 10 екен. Егер сұрақтарыңыз болса, болмаса түсінбеген жағдайлар болатын болса, видеоны тағы да қарастырып шығуды ұсынамын. Және де сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазасыздар. Енді сіздерге тапсырма болсын кішігірім. Бұл алгоритмді орындау барысында біз өсу ретімен сорттадық мына сандарды. Тура осы сандарды кему ретімен сорттап көріңіз. Одан кейінгі келесі тапсырма осы енгізу арқылы сұрыптау алгоритмін орындаған кезде енгізулер санын есептеп көріңіз. Сондықтан экран бетіне шығарыңыз. Ондай болса, бұл видео аяғына келді. Келесі видеода жолыққанша біз алгоритмдер тақырыбын ары қарай жалғаймыз.